1480 жылы Румынияда ханзада Влад сүйікті жары Елизаветамен бақытты өмір сүріп жатады. Олардың махаббатының белгісі ретінде Влад Елизаветаға кішкентай музыка қорабын сыйлайды. Бір күні олардың тыныштығын әскерлер бұзып, Владты соғысқа алып кетеді. Елде соғыс жүріп жатқандықтан жау жақындап келеді. Сол себепті Влад өзінің адамдарына Елизаветаны қауіпсіздік үшін басқа қамалға апаруды бұйырады. Жолға шығар алдында Владқа папа батасын беріп, әйелін Құдайдың қорғауын сұрайды. Орманда Елизавета жаңа жерге жеткізіліп келе жатады. Бірақ ағаштардың арасынан жасырынған жау әскерінің біреуі садақпен екі қорғаушыны бірден атып түсіреді. Қалғандары шайқасқа дайындалып, Елизаветаны алға қарай жібереді. Орманнан тыс жерде Влад май баррельдерін жарып, өрт шығарып, жау әскерін тоқтатады. Қанды шайқас басталады. Екі жақтан да сарбаздар құлап жатса да, Владтың әскері басым түседі. Қолбасшының шеберлігі мен сарбаздардың бірлігі жеңіске жол ашады. Біраздан соң Влад пен оның әскері жау патшасының алдына шығып, қарсыластардың бастарының найзаларына шаншып қояды. Бірақ осы сәтте Владқа әйелі шабуылға ұшырағаны жайлы хабар жетеді. Ол дереу оны іздеуге кетеді. Осы уақытта Елизавета атпен қашып барады. Артынан жау сарбаздары қуады. Бұл жер қасқырлар орманы деп аталады. Қар астында мыңдаған аю қақпандары жасырылған. Екі жау сарбазы сол қақпанға түсіп қаза табады. Ал Елизавета шебер жалтарып отырады. Алайда ақыры оның аты да қақпанға түсіп, қыз жерге құлап, жаулардың қоршауында қалады. Влад жеткенде оның аты да қақпанға түседі. Ол жаяу жалғасып, екі жау сарбазын өлтіреді. Кейін ол Елизаветаға жақындаған жауды өлтіру үшін қылышын лақтырады. Бірақ қылыш абайсызда Елизаветаны да жарақаттайды. Влад жылап, сүйіктісін қолында ұстап отырып, оның өліміне куә болады. Кейінірек Влад папаға қайта барып, Құдайға ашуланады. Мен оның атынан қаншама адамды өлтірдім. Бірақ ол әйелімді қорғаған жоқ де. Ол Елизаветаны қайтаруды, керемет жасауды талап етеді. Папа мұны орындай алмайды. Қатты ашуланған Влад айқышпен папаны өлтіріп, Құдайға қарсы шығады. Елизавета қайтып келмейінше, мен Құдайға қызмет етпеймін дейді. Сол сәтте бөлмеде жел көтеріліп, Иса мүсіні жылай бастайды. Бірақ Влад мұны мақтанышпен қабылдайды. Оның қорқып кеткен адамдары оны шіркеуден күштеп алып шығады. 400 жылдан кейін Францияда бір діни қызметкер психиатриялық клиникаға келеді. Дәрігер Димон оған Англия ханшайымын да алаңдатқан ерекше жағдайды айтады. Олар дәлізбен өтіп бара жатып, есі ауысқан науқастардың жағдайын көреді. Ақыры болат есік арқылы жасырын бөлмеге кіреді. Онда Мария деген әйел шынжырда ұсталып отыр. Ол Италиядан шыққан Англия ханшайымының жиеніне тұрмысқа шығуға тиіс болған. Бірақ ол шіркеуге қарсы болғандықтан, үйлену тойы отбасы иелігінде өткен. Дегенмен күйеу жігіт епископты әкелгенде, Мария истерияға түсіп кеткен. Құжаттар бойынша ол 1759 жылы туған. Яғни қазір 130 жаста болуы тиіс. Оның жасы мен Құдайға аллергиясы оны жын-перінің тіршілігі деп ойландырды. Осы сәтте Мария оянып, ысылдайды. Діни қызметкер оның тістерін байқап, вампир екенін түсінеді. Ол тірідей қолға түскен алғашқы вампир. Күннің жарығында емес, тек тікелей сәуледе ғана өле алатынын дәлелдеу үшін ол терезені ашады. Күн сәулесі Марияның терісін күйдіреді. Айқышты бетіне жақындатқанда, ол отқа оранады. Дәрігердің көмекшісінің саусағын кесіп, қанды Марияның аузына тамызғанда, ол көнгіш бола бастайды. Оның мойнындағы тістелген ізді көріп, діни қызметкер вампирге айналғанын түсіндіреді. Ол шіркеу ғасырлар бойы вампирлермен күресіп келе жатқанын, бірақ алғашқы вампирді таба алмағанын айтады. Қанға әбден шөлдеген Мария өзінің қожайыны алғашқы вампир екенін, ол жақында қаласына сүйіктісін іздеуге келетінін айтады. Ал осы кезде нотариус Джонатан түнде орманмен келе жатады. Көлік жүргізушісі қасқырлар шығатындықтан ары қарай жүрмейтінін айтып, Джонатанды жүгіндерімен, шырағданмен және айқышпен тастап кетеді. Джонатан жаяу жүріп, қасқырларды шырағданмен үркітіп отырады. Ақыры үлкен қамалға жетеді. Қақпадан кіргенде ол өздігінен жабылады. Кенеттен бір есік ашылып жабылып, Джонатан ішке енеді. Балконда бір бейне көрінеді де, найзағай жарқылымен ғайып болады. Сол сәтте ол артына бұрылғанда, қарт адам пайда болады. Ол Джонатанның шырағданын лақтырып жіберіп, шамдарды жағып, өзін ханзада Влад, яғни граф Дракула деп таныстырады. Ер адамдар стелге отырып, Джонатан дәмді асты қуана жейді. Ал Дракулада тамақ жоқ. Қолын сілтегенде Дракула Джонатанға бір табақты жібереді. Бірақ Джонатан оны жай сиқыр деп ойлайды. Джонатан сөмкесінен құжаттарын іздеп жатқанда, Дракула шанышқымен егеу құйрықты өлтіріп, қолымен мыжып қанына толған кесені ішіп алады. Джонатан өзі өкілдік ететін округ Дракуланың Париждегі ескі аббаттығын сатып алуға қызығушылық танытып отырғанын, оны ауруханаға айналдыруды жоспарлайтынын айтады. Құжаттарды шығарып жатқанда,
Джонатан байқаусызда айқышты түсіріп алады. Дракула оның сенетін-сенбейтінін сұрағанда, Джонатан жоқ деп жауап беріп, айқышты оған арбакеш бергенін айтады. Сол сәтте Дракула қолын тағы сілтеп, айқышты отқа лақтырады да, қасында кенет пайда болып, Джонатанды шошытады. Иықтайтын уақыт болды дейді. Джонатан өз бөлмесіне апарылған соң, Дракула оған түнде бөлмеден шықпауын өтінеді. Сосын өзі асханаға қайта оралып, әуен ойнайды да, Гаргульяға оны күзетуді бұйырады. Джонатан бөлмеден бір кітап тауып, қамалдың тарихын оқиды. Онда жас Влодтың суреті бар, бірақ ханзаданың портреті жыртылып алынған. Осы уақытта діни қызметкер Марияның қалыңдығы Генримен кездесіп, қыздың дені сау екенін, бірақ бойындағы жамандықты әлі де кетіріп жатқанын айтады. Кейін Марияның бөлмесін тексеріп жүріп, ол Елизаветаның портреті бар жоғалған кітап бетін табады. Түн ортасында Джонатан бөлмесінен шығып кетеді. Ол есіктің артынан жарықты байқап, төменге апаратын қорқынышты баспалдақтар арқылы сәнді жертөлеге түседі. Бөлменің ортасында табыт тұр, оны ашқанда ішінен ұйықтап жатқан Дракуланы көреді. Граф оған бөлмеден шықпауы тиіс екенін айтады да, Джонатанды Гаргулья бір ұрып есінен тандырады. Оянғанда ол өзін Гаргульялардың шынжырлап, төңкеріп қойғанын көреді. Дракула оның мойнын тіліп, қаны тостағанға тама бастайды. Джонатан Құдай қалайша мұндай жаратылыс жасай алды деп сұрағанда, Дракула қорқынышты күлкіге басып, оның соңғы тілегін сұрайды. Джонатан оған өзінің тарихын айтуды қалайды. Бұл ой Дракуланы қатты күлдірген соң, ол Гаргульяларға Джонатанды босатуды бұйырады. Сосын ол Елизаветаның жерлеу рәсімін есіне алып, бар шындығын айтады. Ол осы ғасырлар бойы сүйіктісін күтіп жүргенін, өйткені пәк жан қайтадан дүниеге келуі мүмкін екенін біледі. Бірақ оны табу оңай болмаған. Қара оба кезінде әйелдердің жартысы қырылып, қалғаны қасиетті жерлерге жиналды. Ал оған ол жерге кіруге болмайтын. Соншалық жалғыз қалғандықтан, Дракула адамдарға өле алатыны үшін қызғанышпен қарай бастады. Бір күні ол Елизаветаның қабірінде ұйықтап қалып, келесі күні үмітсіздіктен өзін терезеден тастап өлтірмек болады. Бірақ ол тірі қалады. Қанша рет қайталаса да, ол ешқашан өлмейді. Әлемді түгел кезіп, Елизаветаны іздеудің мүмкін еместігін түсінген Дракула оны өзіне тарту үшін жоспар құрады. Бір ғасырдан астам уақыт бойы ол ең әдемі әрі сиқырлы гүлдерден ерекше хош иіс жасап, ақыры оны Италияда сынап көреді. Әйелдер оны көрген бетте соңынан еріп кете бастайды. Бұл хош иіс сондай күшті болды. Тіпті Дракула кештерге барып, барлық адамдарды өзінің бақылауында бірдей қимылдататын. Бір күні Версальда ол ақыры Елизаветасын таптым деп ойлайды. Бірақ қасына барған әйел оның жары болмай шығады. Бұл қателік Дракуланы жылауға мәжбүр етті. Ол ішімдіктен, азғындықтан тұратын кештерден ешқандай шынайы махаббат таппағанын түсінді. Сол себепті ол енді өзі іздемей, өзгелерді сол іске жұмсауға шешім қабылдады. Кештің ортасында Дракула барлық әйелдерді, соның ішінде Марияны да тістеп, вампирге айналдырады. Одан кейін ол Елизаветаның қабіріне оралып, табытты ұрып сындырады. Ішінде тек Елизаветаның күлі ғана қалғанын көріп, қатты күйзеліске түсіп, қамалды ешқашан тастамауға ант береді. Гаргульялар оған байлық әкеліп, қызметшілері болады, ал вампирлер сүйіктісін іздеуді жалғастырады. Қазіргі уақытта Джонатан Дракулаға өзі де мұндай махаббатты түсінетінін айтады. Өйткені ол қалыңдыққа үйленгелі жатыр. Оның медальонында қалыңдығы Мина суреті бар. Дракула суретті көргенде қатты толқып, оның Елизаветаның қайта туған бейнесі екенін түсінеді. Ол Джонатанды тірі қалдырып, оны сүйіктісімен қайта қауыштырғаны үшін алғыс білдіреді. Содан кейін ол барлық Гаргульяларын шақырып, көп қан әкелуді бұйырады. Өйткені ол Елизаветамен кездесер алдында сұлу болғысы келеді. Парижде діни қызметкер Димонға тапқан портретін көрсетіп, Дракуланы ұстау үшін соған ұқсайтын әйелді табу керек екенін айтады. Кітаптан үзінді оқып, Құдай кейбір күбірлі істерде өлімді бермей қоятынын, бірақ шынайы тәубе болса, қарғысты алып тастай алатынын түсіндіреді. Бұл Дракуланы өлтірсе, оның жасаған барлық вампирлері қайтадан адамға айналады дегенді білдіреді. Осы кезде Симон кіріп келіп, портретке қарап, дәл сондай әйел қонақтар арасында бар екенін айтады. Димон мен діни қызметкер жүгіріп келіп, Минамен кездеседі. Мина оларға Марияның жақын құрбысы екенін айтады. Екеуі бірнеше күн бұрын бір кеште танысқан. Содан бері Мария одан ажырамаған. Мария өте мейірімді болған. Бірақ үйлену кезінде епископты көргенде есінен танып қалған. Мина өз үйленуіне күмәнмен қарайтынын, бұл заманда өзін бөтен сезінетінін мойындайды. Аббаттықта Дракула қайыршы кейпінде келіп, монах әйелдер оған пана береді. Бірақ ол шіркеуге кірген сәтте бетпердесін тастап, хош иісін Иса мүсініне шашады. Оның әсерінен барлық монах әйелдер құмарлықтан тізе бүгіп,
Дракуланың аяғына жығылады. Дракула еш ойланбастан олардан қан іше бастайды. Қамалда Джонатан жалғыз қалған сәтті пайдаланып, көрпені құралдарға лақтырып, оны жақындатып, шынжырын сындырады. Бөлмеге кірген Гаргулья оны терезеден шығып бара жатқан жерінен көреді де, көрпені кесіп жібереді. Бірақ Джонатан қабырғаға жармасып үлгереді. Гаргульялар оны тесіктер арқылы ұстай алмайды. Сондықтан бірі ілмекпен соғып, Джонатанды құлатуға тырысады. Ол домалап барып, мұзды көлдің үстінде тоқтайды. Қумақ болған Гаргулья мұзға түсіп батып кетеді. Қалғандары оны ұстай алмайды. Мұны байқаған Джонатан қорқынышпен кетіп қалады. Біршама уақыттан соң Дракула клиникаға жас әрі сымбатты түрінде келеді. Ол хош иісімен Симонды баурап алып, оны Мария жатқан бөлмеге жетелейді. Мария Дракулаға Елизаветаны тапқанын айтып, ол оны Симоннан қан ішуге рұқсат беріп марапаттайды. Ертеңінде діни қызметкер зерттеу жасап жатып, Луттың суретін табады. Кейін клиникаға шақырылады. Димон оған Марияның жоғалғанын, ал Симонның вампирге айналып, төсекке байланып қалғанын айтады. Діни қызметкер оның азуын және үстіндегі қатты хош иісін байқайды. Димон Марияны алып кеткен адамды сипаттағанда, діни қызметкер Мина қауіпті екенін түсінеді. Пансионатта Мина есікті ашып, сауығып қалғандай көрінген Марияны көреді. Мария оған Димон өзін шығарып жібергенін айтып, Минаға әдемі киім киюді ұсынады. Екеуі қонақ үйге барып, сонда Дракула күтіп отыр. Мина жүзінен Елизаветаны көрген Дракула көз жасына ерік береді. Ол Минаға жылы сөздер айтып, қолын сүйеді. Бұл Минаға олардың бірге болғанын көсетін көрініс көрсетеді. Мина өзін жайсыз сезініп, қолын тартып алып, Мариямен бірге фестивальге кетеді. Дракула оларды ізіне еріп, тамақтан, ойыннан, жалған су перісін көрсеткен шоудан және жануарлардан ләззат алып жүргенін көреді. Қорқынышты үйге кіргенде Мина адасып кетеді. Қолдан жасалған қаңқадан шошып айғайлағанда, Дракула қасында пайда болып, оны сыртқа шығарады. Атумен ойнағанда ол Минаға көмектесіп, оны құшақтаған сәтте қыз тағы да өткен өмірін көреді. Кейін Дракула оларды қонақ үйге шақырып, фейерверкке дейін демалуды ұсынады. Минамен әңгімелесіп отырып, ол музыка қорабын көрсетеді. Әуенді естігенде, Мина өзін Елизавета сезініп, өткеннің көріністерін көреді. Ол дереу шошып, Дракуланы өзін дуалап тастады деп айыптайды. Дракула оған Елизаветаның тарихын түсіндіруге тырысады. Бірақ Мина өзін жай ғана Мина деп санайды. Соңында ол қорапты сыйға тартып, әңгімесін аяқтайды. Кеш соңында Мария Минаға фейерверкті көруге барайық дейді. Одан кейін Дракула Минаға ине дейін еріп барып, оны күлдіріп қояды. Бірақ қуанышы таңданысқа ауысады. Қонақ бөлмесінде оның ауырып жатқан Джонатанын діни қызметкер мен Димон күтіп отыр. Діни қызметкер оған Дракуланың шындығын айтқанда, Мина сенбейді. Ол Дракула зұлым бола алмайды дейді. Сондықтан діни қызметкер Дракуланың вампир екенін, адамдардың қанын ішіп, хош иісімен құрбандарын басқаратындығын түсіндіреді. Ол Мина мойнын тексеріп, онда тіс іздерін көрмей, тынышталады. Мина бөлмесіне барып, музыка қорабын ашып жылап отырады. Ол қайта-қайта Елизаветаның бейнелерін көреді. Тек Дракула қасында пайда болғанда ғана есін жинайды. Мина оны кетуге мәжбүр етеді. Дракула терезеден шығуға тырысқанда, ол өзін өлтірмек деп ойлап тоқтат дейді. Кейін Мина оны айыптай бастайды. Дракула оған ешқашан хош иісті қолданбағанын айтып, құтыны отқа лақтырады. Қыз оның қан ішетінін айтып кінәлаған кезде, Дракула мұны мойындайды. Бірақ Мина ешқашан оның құрбаны болмайтынына уәде береді. Сол сәтте Минаның мұрнынан қан ағады. Дракула оны саусағымен сүртіп алып, жалап қояды. Дракула Минаның қолын ұстап, оған ғашықтық сөздер айтады. Ал қыздың көз алдына қайтадан елестер келеді. Елизаветаға айтқан соңғы сөздерін естіген Мина өткенді қабылдап, оны өз естелігі ретінде мойындайды да, Дракуланы сүйіктім деп атап сүйеді. Олар құшақтасып, жақындасып кетеді. Мина мәңгілік өмірді қалайтынын айтып, Дракуладан өзінде өзгертуді өтінеді. Дракула оны тістеп, вампирге айналдырады. Дәл сол сәтте діни қызметкер ауруханада сезген хош иісті қайтадан иіскеп, Дракуланың осы иде екенін түсінеді. Ол мылтығын алып, Мина бөлмесіне кіреді, бірақ бөлме бос болып шығады. Діни қызметкер мен Димон Дракуланың Минаны қамалына алып кеткеніне сенеді. Джонатан да олармен бірге баруға келіседі. Бұл уақытта Мария Генримен қайта қауышады. Ол сүйіспеншілікпен еркелей жүріп, оны алаңдатқысы келеді. Дәл шағып алмақ болғанда, діни қызметкердің тобы келіп қалады. Мария ашуланып, айқайлап, шабуылға дайындалады. Діни қызметкер оған оқ атады. Бірақ Мария тез сауығып, Генриді жаралап, діни қызметкерді ұстап алып, өлтірмек болады. Джонатан қабырғадағы қылышты жұлып алып, Марияның басын шауып тастайды. Бас ұшып барып Димонды құлатады, ал денесі біраз уақыт діни қызметкерді қысады да, құлап қалады. Оның денесі әлі дірілдеп жатқандықтан, діни қызметкер айқышты алып,
жүрегіне қадап, Марияны бір жола өлтіреді. Румынияда қызметшілер қамалға табыт әкеледі. Одан Дракула мен Мина шығып, ол қызды қамалмен таныстырады. Гаргульяларды көрсеткен соң, Мина музыка қорабын ойнап, Елизаветаның көйлегін киеді. Қамал қақпасына діни қызметкердің тобы сарбаздармен бірге жетеді. Олар қызметшілер кеткенше күтіп, кейін ішкелап қойып, қақпаны ашық ұстап кіреді. Сарбаздар алдыңғы есікке оқ жаудырып, ал орман жақтан зеңбіректер атылып, қамалдың көптеген бөліктерін қиратады. Дракула Минаны бөлмеде қалдырып, өзі соғысуға кетеді. Бірақ зеңбірек снарядтары төбесін құлата бастағандықтан, Мина қатты қорқады. Гаргульялар сарбаздарға қарсы шығып, біразын құлатады. Бірақ әскер тым көп болғандықтан, адамдар қамалды басып ала бастайды. Джонатан жолдастарын жертөлеге бастап түседі. Сол арада Мина оларды көріп, есігін жауып қояды. Жертөледе сарбаздар табытқа оқ жаудырады. Бірақ Дракула кенет арттарынан пайда болып, Джонатанды ұрып есінен тандырады да, оны рахметсіз деп атайды. Ол қылышпен сарбаздармен шайқасып, әр соққысын дәл тигізіп, бірінен соң бірін құлатады. Тағы да сарбаздар келгенде, оларды да жылдам өлтіреді. Бұл сәтті пайдаланған Генри екі тапаншамен Дракуланы атады. Бірақ оған әсер етпейді. Дракула оған секіріп, мойнынан тістейді. Қолын сілтеп, Дракула есікті жауып, қалған сарбаздардың кіруін тоқтатады да, діни қызметкерді қылышпен қысады. Діни қызметкер оған Құдай ешқашан адамды өлтіруді қаламағанын айтады. Адам өлтіргенде, ол Құдай үшін емес, өзі үшін істейді. Сондай-ақ ол Құдайдың өзін Дракуланы құтқару үшін жібергенін айтады. Бірақ граф оған жалғыз құтқарушысы Мина екенін айтады. Діни қызметкер болса, ол сенің құтқарушың емес, лағының болады дейді. Минаның бөлмеден шыққан айқайын естіген Дракула оған жүгіріп, гаргульяларына уақыт ұтуға бұйырады. Ол дәліздегі сарбаздарды түгел қырып, бөлмеге кіріп, Минаны құшақтайды. Діни қызметкер артынан кіруге тырысқанда, Дракула есікті жабады. Бірақ діни қызметкер оған, егер әйеліңді шын сүйсең, дұрыс істі жаса дейді. Минаның жалбарынуына қарамастан, Дракула бөлмеден шығып, есікті жауып кетеді. Ол есікке сүйеніп тұрған кезде, діни қызметкер Құдайға дұға етіп, оның жүрегіне қазық қадап өлтіреді. Кейін Мина оны бөлмеге сүйреп кіргізіп, соңғы қоштасу сөздерін айтады. Содан кейін Дракуланың денесі күлге айналады. Қамалдағы барлық шамдар сөніп, гаргульялар адам балаларға айналады. Джонатан Минаны іздеп келіп, оның күл үстінде жылап отырғанын көреді. Күл әуеге тарап бара жатқанын байқайтын Мина сүйіктісін мәңгіге жоғалтқанын түсінеді. Жүрегі жаралы Джонатан үнсіз кетіп қалады. Қамалдың сыртында Дракуланың күлі желмен тарап кетеді.